Кайырлуу күн балалар, калдарың калай? Бүгүн сиздер өтөтүн тақырып бул рационал сандар. Рационал сандар бизде бөлчөк мәндерди, бүтүн мәндер және аралас бөлчөк сандарды рационал сандар деп атайбыз. Және рационал сандар ол оң мәндерди кабылдайт және терс мәндерди кабылдайт. Мисалга көрсөтөйүн сиздерге. Мисалга 7ден 2, 8ден 5, 2,5, 3,6, 4,7 бул рационал сандардын оң мәндерин кабылдабы. Осундай келесі мән ол терс мәндерден кабылдайт. Мисалга 8ден 5 минус 1,8ден 5, келесі минус 3,5, минус 3,8 тагы сол сыяктуу мәндерди кабылдайт. Бул бизде рационал сандардын жыйынын курайды. Тек гана осы сандардан гана курамайды. Башка да көптөгөн сандар бар осы сыяктуу. Рационал сандар жыйынын курайды бул бизде. Келесі бизде ол рационал санын биз эр арпымен белгилейбиз, үлкөн бас арпымен белгиленет. Бизде так айта кететін жагдай ол рационал сандар деген ол бизде казакчага отурганда ол бизде катнаш бөлүндү деген маананы билдирет. Яғни бөлчөктөр бизде осы сандардан чыккан, яғни 7ден 2, 8ден 5 деген сандардан чыккан. Энди биз эсептеп чыгарайык. Осуган мисал иретинде 8ден 1 косулган 2ден 1 деген эсепти чыгарайык. Бул жерде бизде эң үлкөн ортак болгуч бизде 8 болуптур, 8 деп аламыз мына жерде. 8. Мына жерге 8 деп жазамыз. Мына жерде 2ге 4-тү көбөйтсөң 8, Сонда бизде 1 косулган 1 менен 4-тү көбөйтсөң 4, сонда тең бизде 8ден 5. 8ден 5ке тең болот. Бул бизде биринчи эсеп, Энди экинчи эсеп чыгарып көрөйүк. Экинчисинде мисалга 3ден 6 деп алайык. 3ден 6 косулган 4ден 7 дейик. Тең бизде бул жерде экөөнүн эң үлкөн ортак көбөйткүчү бизде 12, 3 менен 4-тү көбөйтсөң 12 болот. Энди анаган 3ке ниче жетпейт, 4 жетпейт 12 болуш үчүн. 4ке 3 жетпейдир, 12 болуш үчүн. Энди 4 менен 6-ны көбөйтсөң 24, 3 менен 7-ни көбөйтсөң 21. Тең ары карай эсептейбиз энди. 12 бөлүмдө 45 болот бизде. Келесі енді 3-ші эсепти карастырайык. 3те бизде аралас бөлчөк болсун. 1,4ден 6 деп алайык. Косулган 2,5ден 3. 5ден 3. Тең. Эми истейбиз. Биз бул жерде аралас бөлчөктү бурус бөлчөккө айландырып аламыз. Ол үчүн бизде 4-түн өзүн жазабыз. 1 менен 4-тү көбөйтөбүз. 4, оған 6-ны косамыз, 10 болот. Косулган, сондай 2 менен 5-ти көбөйтсөң 10, 5-тин өзүн жазып аласың, ал менен 2 менен 5-ти көбөйтсөң 10, 10га 3-тү коссаң 13 болот. Тең. Ары карай эсептейбиз энди. Экөөнүн тагы да эң үлкөн ортак болгуч бизде 20, 4ден 5-ти көбөйтсөң 20 болот. 4ке 5 20 болуш үчүн 5 жетпейтир. 5ке 20 болуш үчүн 4 жетпейтир, Сонда энди 5 менен 10-ду көбөйтөсүң бизде 50 болот. Косулган 13 менен 4-тү көбөйтөсүң 52 болот. Тең ары карай эсептейбиз энди. 20, 50ге 52-ни коссаң бизде 102 болот, тең болот. Келесі эсепти карастырабыз энди. 4-нчү эсепти карастырайык. 4те тагы аралас бөлчөккө аралаштырып көрөйүк. 3,3ден 2 косулган 2,4ден 3. 4ден 3 тең дейик. Тагы не істейбиз? Баалы менен бурус бөлчөккө айландырып аламыз. 3 менен 3-тү көбөйтөсүң, 3-түн өзүн жазабыз. 3 менен 3-тү көбөйтөсүң 9, 9га 2-ни коссаң 11 болот. Косулган 4-түн өзүн жазасың, ал менен 4 менен 2-ни көбөйтөсүң 8, 8ге 3-тү кососуң 11 болот бизде.
Тең дейміз енді. Тағы ары қарай енді екеуінің ортақ көбейткіші бізде 12, ең үлкен 12. Мынаған 4 жетпей тұр, 12 болушым, мынаған 3 жетпей тұр, Енді 4 пен 11-ді көбейтсең 44, 11 пен 3-ті көбейтсең 33 болады. Тең 12-де 77 болады. Екеуін қоссақ бізде 77-ге тең болады. Келесі 5-ші есепті қарастырайық. Бізде бүтін санды қарастырып көрейік. Бұған 2,5 қосылған 3,2 десек тең дейміз. Бұл жерде қалай шығарамыз? 2,5-ке тіктеп көрсетейік, былай шарып көрсетейік. 2,5-ке қосасың 3,2-ні тең бізде. 2-ге 5-ке 2-ні қоссаң 7 болады. Бүтін жазамыз. 2-ге 3-ті қоссаң 5. Сонда 5,7 шығып тұр, бізде. 5,7 болады. Келесі 6-шы есепті қарастырайық. Соңғы есеп бізде 4,8 қосылған 3,2 дейік. 3,2 тең дейміз. Тағы да жай есепте көрсетейік. Бұлай 4,8 қосылған 3,2-ні тең бөлшексізден 8 2-ні қоссаң 10 1 ойда 4 күштісін 7 ойдағымыз 8 бұл жерде. Сонда есебіміз жауабы бізге 8-ге тең. Мінекей балалар, осының есебіміз аяқталды. Сіздерге видео пайдалы болып жатса, ұнап жатса, лайк басып, комментарийне қалдырып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.